Сәлем, сіздермен Ақнұр. Бүгін мен сіздерге өзімнің физикадан қалай дайындалып жүргенімді айтатын боламын. Бірақтан сіздерге дәл осындай жолмен оқыңыздар деп айта алмаймын. Тек өзімнің қалай оқып жүргенімді сіздермен де бөліскім келеді. Мен физиканы осы соңғы айда ғана нақты оқып бастадым. Өйткені өзімнің алып жүрген балдарым маған мүлде ұнамады. Сондықтан да мен физикаға шындап кіріскім келді. Сөйтіп, осы шілде айының басынан бастап өзіме жоспар құрдым, қалай оқимын, неден бастаймын деген секілді жоспарлар құрдым. Осы бір айдың ішінде оқыған заттарымнан нәтиже бар деп айта аламын. Егер де сіздер шынымен де оқитын болсаңыздар, ешқандай кедергі болмайды, тек қана барлық назарыңызды соған аударуыңыз керек деп ойлаймын. Ал енді мен өзімнің қалай дайындалып жүргенімді айтқым келеді. Мен әлі дайындалып аяқтаған жоқпын, дайындалып жүрмін. Біріншіден мен тақырыптарды оқу, яғни бұрынғы 7-ші сыныптан бастап оқыған тақырыптарды қайталау, әрбір физиканың теорияларын, түрлі құбылыстарды түсіну керек, физиканы түсіну керек. Сол кезде ғана сіздер есеп шығара аласыздар, сол кезде ғана сұрақтарға дұрыс жауап бере аласыздар деп ойлаймын. Соларды түсіну үшін 7-ші сыныптан бастап оқуды бастадым. Менде қазір кітап жоқ болғандықтан интернеттен де мен кітаптар таба алмадым. Сондықтан да мен бұрынғы конспектілердің бірін алып, соны оқып бастадым. Қазір де оқу үстіндемін. Және де мен ылғи да жасайтын затым ол видеоларды қарау. Толық бір нұсқаны талдап көрсетеді. Сол нұсқаны тоқтатып отырып, мен алдымен өз жауабымды жазамын. Және де видеодағы ұстаздың шешімімен тексеремін. Және де мен формулаларды қалай жаттап жүрмін. Мен осыған дейін формулаларды дұрыс білмейтінмін, ұмытып қала беремін, анықтамалықты көп қарайтынмын, ал қазір онша көп қарап жүрген жоқпын. Өйткені әрбір есеп шығарғаннан кейін өзімнің түсінбеген формулаларымды стикерге жазып, оны қабырғаға жабыстырып қоямын. Бірнеше есептер шығарам сол тақырыпқа. Сөйтіп, ол формуланы толықтай түсініп алғаннан кейін, егер де келесіде тағы да бір формулаларды білмей қалсам, жаттап алған формулаларымды қабырғамнан алып тастаймын да, оның орнына жаңадан формулалар қоямын. Және де сол бір формулаға бірнеше есептерді шығара берсең, ол формула сенің есінде тез сақталады. Және де негізінен тақырып бойынша оқыған дұрыс. Ал сынақ тесттерімен есеп шығарсаңыздар, сіздің ойыңыз 10 жаққа бөлінеді, өйткені оның ішінде әртүрлі тақырыптар бар. Сондықтан да тақырыппен оқыған дұрыс. Мендегі бар тәжірибе, бар білерім осылай дайындалып жүрмін. Келесі жылғы маусым айына дейін дайындықты тоқтатпаймын, жақсылап тұрып дайындалатын боламын. Сіздерге де өте жақсылап тұрып дайындалыңыздар, өйткені уақыт бар деп жүргенімен, сіздің уақытыңыз мұндай көп мәліметтерді жаттап түсініп алуға жетпеуі де мүмкін. Осымен видеом соңына жетті. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Арнама жазып кетулеріңізді сұраймын. Менің еңбегімді бағалайсыздар деген ойдамын. Келесі кездескенше.